Өнертапқыш еңбегі қашанда өміршең болып келеді. Күнделікті тұрмысқа қажетті тіршілік үшін маңызды болса сөз жоқ, бірден қолдау табады. Бізде ондай өнертапқыштар аз емес, бірақ ел ішінде жүр. Бәлкім алдағы бейне көріністі көргеннен кейін оның идеясын іс жүзінде жүзеге асырудың жолы табылатын болар деген үміттеміз. Зер салыңыз, мүмкін сіз шығарсыз сол кісінің қолдаушысы. Мына қондырғыны Әбдімүтәлі Дұрманұлы жасаған. Жаңа құрылғының атын Жаңа Батыр деп атапты. Артықшылығы сол, желден электр энергиясын өндіреді. Киіз үйдің пішініне ұқсас жасалған дүние шағын болғанмен электр қуатын беретін күші көп дейді автор. Бұл электр қондырғысы әлемде теңдесі аналығы жоқ дүние. Өйткені оның негізгі қаңқасы, құрылысы қазақтың кәдімгі өзіміздің ұлттық мақтанышымыз киіз үйіміздің қаңқасына ұқсатып, соның негізінде салынған. Бұның тағы бір ерекшеліктері осыған ұқсас роторный жел қондырғыларының несіне эффективнесі олардан екі-үшесі жоғары болып келеді. Зейнеткер қондырғының жобасын 1996 жылдан бері жүзеге асыра алмай келе жатқанын айтады. Дәл қазір Шымкенттегі зауыттардың бірінде негізгі нұсқасы жасалуда. Отандық инвесторлар қаржы құйып, сынақтан өткізіп береміз деп уәде бергеніне де біраз уақыт өтіпті. Өздеріңіз көріп тұрғандай мынау жел қабылдайтын қақпалардың ерекшелігі ол желдің қысымын ұлғайтып, бағытын бәрін жинастырып, әкеп мынау ротордың қалақшаларына беріп тұр. Соның арқасында ротордың қалақшалары айналып, ол айналу жылдамдығын генераторға береді, ол генератор электр тоғын жасап шығарады. Мұндай желден қуат көзін өндіретін құрылғылар бұрыннан бар. Еуропа елдері қазір кеңінен қолданады. Ал киіз үй пішіндес жаңа құрылғының ешбір баламасы жоқ. Егер қуат көзіне сұраныс артса, мұның да көлемін үлкейтуге болады дейді өнертапқыш. Шебер бұл туындысын экспо көрмесіне ұсынуды жоспарлап отыр.